Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Қашықтан оқыту барысында біз көптеген жаңа технологиялармен жұмыс жасауды үйрендік. Сонымен қатар, интернет көзінен ғылыми ресурстар мен әр алуан сайттардың мүмкіндіктерін пайдаландық. Дегенмен, математика пәнінен қазақ тіліндегі ресурстардың аздығынан басқа тілдегі ресурстарды іздеп, оны қазақшаға аударуға мәжбүр болдық. Осы мәселенің шешімі ретінде сіздерге өзім жасаған Esmas.org сайтының мүмкіндіктерімен таныстырып өткім келеді. Сайтта мұғалімдер мен оқушыларға қажетті ресурстар мен құралдар қамтылған. Атап айтқанда, ресурстар бетінде кітаптар, видеосабақтар, емтихан жұмыстары, тесттер, математикалық сөздік және тарсия элементтері қамтылған. Сайтта 400-ден аса кітаптардың электронды нұсқасы болса, оның 192-сі қазақ тілінде. Математикалық терминдер сөздігі бөлімі күн сайын толықтырылып, қазіргі таңда сөздік қорында 2,5 мыңға жуық сөз бар. Видеосабақтар бөлімінде оқушыларға және мұғалімдерге қажетті ақпараттар мен сабақтар топтамасы орналастырылды. Тесттер бөлімі әр сынып бойынша тақырыптық тесттермен толықтырылды. Тесттер тек бір дұрыс жауабы бар жабық типті сұрақтармен шектелмеген. Мұнда ретін ауыстыру, санды теруге болатын ашық типті сұрақ, апарып қою арқылы топтастыру, сәйкестендіру, тағы да басқа түрлері бар. Бұл тестті белгілегеннен кейін нәтижесі мұғалімнің электронды поштасына жіберілетін болады. Тағы бір ерекше жаңалықтардың бірі, жауабын өрнек түрінде жазуға болатын сұрақтар да дайындауға болады. Мысалы, мына өрнектің жауабы 1 плюс 3 бөлінген x болса, онда x плюс 3 бөлінген x десе де, болмаса 1 плюс 3 көбейтілген x-тің минус 1 дәрежесі десе де дұрыс деп қабылданады. Сайтта тек математиктерге ғана емес, жалпы мұғалімдерге арналған құралдар бар. Атап айтатын болсақ, сөз жұмбақ құрастыру, сөз жасыру, ескертпе құралы, оқушыны таңдау, топқа бөлу, тағы да басқа көптеген құралдар жасалды. Мұғалімдерге қажетті әрбір құралдың өз тарихы бар. Мысалы, бір әріптесім Мұхтар, осы сөз жұмбақ құрастыратын сайт бар екен ағылшынша, бірақ қазақша әріптерді танымайды. Соны жасай алсаң, сайтыңа салып қойшы. Немесе, Мұхтар, бір емтихан үстінде онлайн сағатты қосып ем, астан жаман суреті бар жарнама атып шықты. Онлайн сағат жасай алсаң, сайтыңа салып қойшы деген сияқты ұсыныстар сайттың қолдану аясын кеңейте түсті. Мен оқушылардың білім деңгейін көтеру мақсатында дифференциацияны тиімді қолдандым. Яғни, деңгейлері әртүрлі оқушыларға сайттағы материалдардан теорияға және есептерге сілтеме беріп отырдым. Сонымен қатар, оқушылар қосымша уақытта өздігінен оқып дайындалуы үшін интерактивті курстар мен тесттер беріп отырдым. Сайтта орналасқан ойын элементтері арқылы пәнге қызықтыруға тырыстым. Ең бастысы, оқу жетістігін сырттай бақылап отырдым. Яғни, барлық нәтиже менің почтама келіп отырды. Бөлім бойынша бағалауды да, ішкі жиынтық бағалау жұмысында осындай форматта алдым. Бұл әдіс маған оқушыларды бағалау кезінде уақытты тиімді пайдалануға мүмкіндік берді. Сайт өз жұмысын бастағалы 2 жылдан астам уақыт болыпты. Әрине, 2 жылдан астам уақыт жалықпай жұмыс істеу мүмкін емес. Дегенмен, жанында жүрген және әр облыстардағы әріптестерімнің қолдаулары мен алғыс тілектері маған үлкен шабыт беріп отырды. Мен осыншама еңбегімнің босқа кетпегеніне қуаныштымын. Себебі, бір айдың өзінде 20 мыңнан аса қолданушы кіріп, оқушылар мен мұғалімдер үшін қашықтан оқыту кезінде таптырмас құралға айналды.